Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті менің бауырлары, менің қарындастарым. Сіздермен бүгін жүздесіп отырғаныма шын жүректен риясыз қуаныштымын. Қайырлы күн баршаңызға. Самат мырза, сіздің қойып отырған сұрақты жалпы журналистер қауымы өте жиі қоятын сұрақ. Жалпы өнер адамына жиі қойылатын сұрақ. Актер болуды армандадыңыз ба? Жалпы өнер жолында қандай да бір жетістікке жетудің жолы қандай? Бала кезде енді мен актер деген мамандықтың бар екенін, жалпы өнер дейтін сала бар екенін білгенім жоқ. Бірінші бәріміз, енді біздің сіздердің кездегідей, біздің кезде мынандай техникалық құралдар көп болған жоқ. Көретініміз 1-2 канал, оның өзінде сағат 6 мен 9-ның арасында свет өшіп қалады. Соны жанғаннан кейін мереке күндері Қыз жібек, Ергенже, менің атым Қожа, сол сияқты өзіміздің отандық өнімдерді, отандық киноларды көрсететін. Сол жерде маған қатты әсер еткен Қыз жібек фильмі. Қыз жібек фильмінде маған Төлеген емес, басқа емес, Қаршығай емес, дәл Бекежан қатты ұнайтын. Зұлым болса да ұнайтын маған сол кісі. Батырлар туралы киноларды, батырлар туралы эпостарды, жырларды бала кезден көп тыңдап оқып өскеннен кейін менің арманым, білмеймін, балалық қиял дейік, ол арман емес, қиял шығар, батыр болғым келетін. Бірақ батыр болу бұл өмірде емес, өнер алаңында батыр болу ол басқа нәрсе. Қазір ешкім қолына найза садақ алып жауға шауып жүрген жоқ қой, атпен. Қазір біліммен, кітаппен, жалпы әлемде болып жатқан жаңалықтардың бәрінен хабардар болу, информациямен адам қарулануы, ол біздің басты мақсатымыз, және жетістікке апарар жол, ол білім, ізденіс, дұрыс армандай білу, дұрыс қиялдай білу. Сол себепті араларыңызда өнерге мойын бұрып отырған, жалпы бойында бір таланты бар адам болса, онда әрине кітаптан бастағандарың жөн болады. Қолға найза ұстау мылтық алмасаңыздар, бірақ сол қолында найзасы бар, мылтығы бар Жәнібекті де Бауыржанды қазақ халқына тірілтіп әкелдіңіз. Сол жайында сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы мысалы Жәнібектің рөлін сомдадыңыз, Бауыржанды сомдадыңыз, екеуі де екі заманның адамы, екеуі де батыр. Бұл жерде актерлық шеберліктен бөлек бір дайындық керек шығар. Өйткені ананың түр әлпетінен бөлек келтіру, көрерменге жеткізу деген сияқты дайындық барысы қалай болды соған деген. Мысалы Бауыржан момышының бәріміз білеміз, ол кісінің мінезі қандай болған. Сол мінезді көрсету. Сол жалпы батырларды сомдағанымен басқа рөлді ойнағанның айырмашылығы. Түсіндім сұрағыңыз. Бауыржан Момышұлы, бұл фильм 2013 жылы түсірілген. Ақан Сатаев дейтін режиссер ағамыз бар, өздеріңіз білесіздер. Рекетир, Мың бала, Ұлы дала таңы фильмдерімен танымал. Бауыржан атамыз баршамызға, барша қазаққа, осы отырған баршамызға үлгі болатын тұлға. Ол осы заманның батыры. Ол орта ғасырдан емес, қалмақ жоңғар шапқыншылығынан емес, мына 40-шы жылдардағы 70-ші жылға дейін біздің арамызда өмір сүрген кісі, оның көзін көрген, өзінің келіні, сол Бауыржан атамыздың жоғын жоқтап артынан сол кісінің жазған, қалдырған дүниелерін мирас етіп біздерге жеткізіп жүрген ортадағы бір үлкен анамыз. Бәукең туралы бір жақсы жері ақпараттар баршылық, молынан бар десек болады. Үлкен кісілердің бәрімен көзін көрген, дастархандас болған, сұхбаттас болған, жалпы сыйласқан адамдар бар өмірде. Сол кісілермен тілдесе, сұхбаттаса келе, мінезін жалпы қолдан келгенше сол кісінің характерін зерттеуге тырыстық. Өйткені Бауыржан ол күрделі тұлға. Бауыржан Момышұлы сіздер сияқты оқушыда болған. Ол кісі несімен артық, несімен құнды бізге Бауыржан Момышұлы. Ол өзінің ұлтжандылығымен, қазақ дейтін халыққа риясыз махаббатымен, әдебиетке қалдырған керемет сындары, өзінің жазып кеткендері. Ол тек Ұлы Отан соғысының батыры емес, қыздар, жігіттер, ол нағыз қоғамдық қырғынның батыры. Ең алғаш қазақ тілі үшін соғыс бастаған батырдың бірі Бауыржан. Біріміз білсек, біріміз білмейміз.
Көшедегі магазиннің қасына неге дүкен деген қазақша аудармасын қоймайсыңдар деп қиғылық шығарған кім? Бауыржан атамыз. Спираль Бауыржана деген үлкен соғыстың әдісі бар. Бүкіл әлемді оқытады. Бүкіл әлемдегі әскери академиялар болсын, ең жоғарғы оқу орындарында сізбен біздің атамыз Бауыржан Момышұлының соғыс әдісін үйретеді. Че Гевараның емес, Наполеонның емес, Гитлердің емес, тура біздің Бауыржан Момышұлының. Мына жердегі Тараздан шыққан өзіміздің атамыз, Дулаттың жігіті. Оның алдынан Кесекөлден өту, оның алдында қазақ тіліне, ата-анаңа, досыңа, бауырыңа қастандық істеу кешірілмейтін күнә. Қазіргі біздің қоғамда жас балалардың арасында, оқушылардың арасында болып жатқан дүние Бауыржан атамыздың басты приоритетінде болған дүние. Ол тіл, қазақ тілі. Сенің рухыңның коды сол жерде, тіліңде, дініңде емес, күніңде емес, басқа нәрседе емес, тарихыңда емес, дәл тіліңде. Уланбаған, шұбарланбаған тіліңде. Бауыржан атамыз осыны көкседі. Бауыржан барып Мәскеуді қорғаған жоқ, Бауыржан барып қазақты қорғады. Ат төбелінде кішкентай ғана ашаршылықтан аман қалған 1,5-2 миллион қазақтың жоғын жоқтады Бауыржан атамыз. Кім үшін? Болашақ үшін, біздер үшін, сіздер үшін. Біздің тілмен айтқанда, болашақ ұрпақ қуып кетпесіндер ғой. Сондықтан Бауыржан атамыз туралы сұрақ қойылса, мен тек рольмен ғана шектеліп қалғым келмейді. Ол кісінің өмірлік мақсат ұстанымын сіздерге дәріптегім келеді. Өйткені мен Бауыржан Момышұлы емес, мен Еркебұлан Мұратұлымын. Бірақ бір жағдайда мүдделеспіз. Ол қазақ дейтін ел тұрғанда ешкім бейтарап қалуға хақысы жоқ. Оның ішінде, халықтың ішінде тіл тұр, сіздер тұрсыздар, өзімнің бала-шағам бар, өзімнің отбасым бар. Мен өзімнің дайырықтарды бөліп алып, қалғандарын не болсаң ол бол деп айта алмаймын. Өйткені сіздер мені сыйлап осында шақырғаннан кейін, менен бір тәрбиелік тағылым бірден айтар ма деген дүниемен шақырғаннан кейін, мен өзімнің ойымды, құрметті достар, құрметті оқушылар, мен сіздерден бастағым келеді. Бұлақ көрсең көзін аш. Біз сіздерді университетке барғанда тәрбиелеп үлгермейміз, ол кезде сіздерді өмір тәрбиелейді. Жоғарғы оқу орындарында, үлкен өмір жолында. Біз сіздерді осы жерден қанаттандырып, осы жерден сіздердің жүректеріңізге дән егіп жібергіміз келеді. Тікенектің емес, гүлдің. Сол үшін не үшін оқып жүргендеріңізді, қайда жүргендеріңізді, мында жүрген сіздердің ұстаздарыңыз сіздер үшін еңбек етіп жүрген. Бауыр бала-шағасын бәрін тастап қойып, сіздермен таңнан кешке дейін бүкіл ғұмырын арнап отырған ата-анаңыздың, ұстазыңыздың еңбегін ақтау, ең болмаса сол туралы ойлау. Соғыспай-ақ қойыңдар Бауыржан аталарың сияқты. Аштық көрмей-ақ қойыңдар Әлихан аталарың сияқты. Адамдық көріңіздерші бір-біріңіздің бойыңыздан. Болды, сол жетеді. Бауыржан атамыздың да, Жәнібектің де көксегені сол. Сіз Бауыржан сериалынан кейін, фильмнен кейін, енді біз көрдіңіз ғой, көрмеген ұрпаққа Бауыржан қандай, түрі қандай деген кезде портретін сұхбаттап берсе, соны айтатын боламыз. Өйткені көзін көрген адамдар емеспіз. Басқа көрмеген балаларға да сол киноны көруге кеңес беремін. Өйткені нағыз сендер айтып жүрген жаңағы слово пацанада понятияның бәрі сол жерде. Бауыржан ағайдың, Бауыржан аталарының сол жерден сіңіресіңдер бойларыңа. Барлық қазақ жігітіне керек мінезді. Ағайларыңнан да көріп отырсыңдар ғой. Тіл туралы айтқан кезде қалай арқасы қозып. Енді жалпы сізді басқа жаңа актерлық неңізге барайық, өміріңізге. Әрбір актер болсын, кез келген әнші болсын, мысалы бір саланың маманы, таланттылардың бір жері болады. Сіздің мысалы талантты оны атаған шығаратын, елге танымалға. Сіздің барыңызды жандырған рөліңіз, мүмкін біз ол рөлді біз білмейтін шығармыз.
Қай кинода немесе қай сериалда ойнадыңыз? Шетелдік па әлде қазақстандық па? Енді көрерменнің бәріне бірдей демей ақ қояйын, бірақ азды көпті ең алғаш енді үлкен экранға шыққан менің жалпы кино карьерамдағы ең үлкен ролім, ең бірінші ролім осы Бауыржан атамыз. Бауыржан Момышұлы фильміндегі роль. Кино енді әр саланың өзінің ықпалы-жықпалы бар, ішіндегі иірімдері бар дегендей, біз біле бермейтін, сіздер көре бермейтін. Ең бірінші адам, ең бірінші актер өзін-өзі актер ретінде дәлелдейтін орта, ол өзінің ортасы, көрерменнің емес, өзінің өз сияқты өнерпаздардың ортасына бірінші өзінің қаншалықты піскенін, шыңдалғанын дәлелдейтін орта, ол сенің алғашқы дәлелдейтін нәрсе, ол сенің алғашқы кинодағы не болмаса сахнадағы, театрдағы жұмыстарыңмен бағаланасың, қаншалықты сапалы шығардың. Сол сияқты Бауыржан атамыздан кейінгі кино әлеміндегі өзіміздің киногерлер дейікші, жалпы қазақ фильмі және кино әлеміне заявка берген ол «Шлагбаум» деген кино. Өзіммен бірге оқыған жігіт Жасұлан Пошанов, дарынды режиссер. Партизанский кино деген бар. Партизанский кино деген ешқандай ақша жоқ. Осы отырған бәріміз кино түсіре алатын жігіттер аламызда бірігіп бесплатно, ешқандай ақысыз идеяны реализовать етеміз. Сол сияқты «Шлагбаум» деген кино сондай мақсатпен түсірілген. Көптеген кинофестивальдардан жүлдемен қайтты. Ең алғаш маған сол кино әлеміне бір жақсы үлкен қадам жасаған, нық қадам жасатқан сол «Шлагбаум» киносы. Сол арқылы ең алғашқы үлкен жүлде Мәскеуде өткен, жылына өтіп отыратын, жылына емес, 3-4 жылда бір өтіп отыратын халықаралық Мәскеу кинофестивалі бар. Сол жерде үздік ер адам бейнесі осыдан 13 жыл, біздің «Шлагбаум» алардан бұрын Фархат Фара дейтін актер бар ғой, марқұм болып кеткен, толық кісі. Сол Фара фильмімен сол кісі алған. Жалпы ол фестивальдан қазақ киносының жүлде алуы өте қиын. Мен сіздерді басқа ұлтқа қарсы қойып отырғаным жоқ. Ол жерінде өзінің сұрқылтайлары бар, біз біле бермейтін. Жалпы қазақ киносына Мәскеуден жүлде алу өте қиын. Ар жағында ұлтшылдық жатыр ма, шовинизм жатыр ма білмеймін. Бірақ біздің 13 жылдан кейін сол киноның барып сол жерден жүлделі қайтуы жалпы біздің сол бүкіл кино командаға үлкен бір трамплин болып десек болады. Одан кейін іле-шала осы қазақ хандығы басталды. Оның арасында жаңағы анаға апарар жол, ол жерде эпизод рөл, одан кейін жаңағы Жәнібек Сұлтан, тарихи кинолар бірінен кейін бірі лег-легімен Аллаға шүкір кетіп жатты. Жалпы одан кейін актерді бірден танымал қылатын көрермендерге ол сериал ғой. Қазір карантиннен кейін ол YouTube каналдары, YouTube сериалдар болды. Оған дейін кәдімгі телеканалдарда жүретін сериалдар еді. Жалпы халықтың арасына Еркебұлан Дайыровты кіргізген ол «Қарлығаш ұя салғанда» деген сериал негізі. Сол ол киноның осыншама популярны екенін білмедім мен. Өйткені сериалды үйде отырған ата-аналар көп көреді ғой енді. Үйде отырған аналарымыз. Сол арқылы кино танымал болды. «Қарлығаш ұя салғанда» 2018-де шыққан кино. Сол арқылы басқа киноларымды да тани бастады. Сол себептен актер адамға менің түсінігімде егер атқа жұмыс істейтін болса, өзін бір танымал болам дейтін болса, сондай мақсат ұстанатын болса, онда Сәлем Social бар, басқа да біздің жаңағы частный продакшндар бар, жеке продакшндар, YouTube каналы түсіретін, солармен жұмыс істеген ыңғайлы болады. Танымалдық туралы айттыңыз, алған жүлдеңізді айттыңыз, Оскарға дейін жетіңіз, солай қалса. Бізде қазір жастардың отырған оқушылары өзіміздің де бойымызда кейде бір болып қалады, мысалы сіздерде еңбек еттіңіз, актерлықпен танымал болдыңыз, бірақ Инстаграм, ТикТокқа әйтеуір барыңыз салып, болмаса жоғыңызды салып, танымал болуға, подписчик жинауға тырысып жатады. Мысалы қазір көп енді мысалы сіз актер болдыңыз, еңбектендіңіз, оқыдыңыз, көрдіңіз, оқымай киноға түсіп жатқандар қаншама, мысалы блогерлер бар, ютубтар канал ашып жатыр, тез танымал болып кеткен. Мысалы бізден қызықпайтын адам жоқ шығар, тез танымал болса, ол танымалдылық біз ойлаймыз көп ақшаға келеді, бай боламыз адамыз.
ол тез танымал болуға ұмтылу жалпы 95 жылдармен 1 жылдармен ұмтылып жатады. Ол танымал болу жалпы актер ретінде жеке тұлға ретінде қоғамға елге танылудың қиындықтары немесе жақсы кері тұстары туралы айтып берсеңіз, мүмкін білмейтін жерлері бар шығар. Иә, жалпы тұлға деген түсініктің өзі түрме дейді ғой енді. Адам танымал болғаннан кейін енді танымалдылыққа ұмтылу ол шартты нәрсе. Өнер адам болғаннан кейін танымал болғысы келеді. Оның үлкен бір пайдасы, егер сен театр актері болсаң, сен көрермен тартасың. Ол бұзылмаған заңдылық, ол солай қалыптасқан, бізге дейін қалыптасып қойған дүние. Баяғы қазақ театры жаңа ашылып бастағанда, Алматыға көшірілгенде жаңағы Асанәлі ағаларымыз ғой зритель тартқан. Театрдың есігін сындырған көрермендер, сол Құман Тастанбековті Қыжыбек мен Төлеген шыққаннан кейін көру үшін, Бекежанды көру үшін, сол Жібекті көру үшін, Меруерт апайымызды көру үшін, Әуезов театрының сахнасын есігін сындырған кездер болған. Ал қазір енді танымал болу өте ыңғайлы, оңай қазір. Жеңіл, өзіңіз айтып отқандай, жаңағы ғаламтор желілері арқылы тез танымал болуға болады. Бірақ қандай жолмен? Сен хан ата болып жатсың ба, жоқ шынымен хан ата болып жатсың ба? Қандай жолмен танымал боласың? Сен ата-анаңды ұялтып өзің танымал боласың ба, жоқ әлде ата-анаң сені саған қарап отырып мақтанатындай танымал боласың ба? Осы нәрсенің ара жігін ажыратып алу керек. Өтінем, қыздар, жігіттер, мына Самат ағаларың қазір өте орынды сұрақ қойды. Дәл осы сәтті пайдаланып, мен де сіздердің құлақтарыңызға бір алтын сырға тағы кетейін. Арсыздықпен танымал болмаңыздаршы. Керек емес. Біз ондай халық емеспіз. Бізді ата-анамыз ол үшін тәрбиелеген жоқ бізді. Ата-ананың мақтанышы қай кезде туады? Бала елге жарамды іс істегенде ғана ата-анамыз біздің дұғамызды біз үшін дұға етеді. Ата-ананың батасын алу ол бәріміздің бірінші мақсатымыз сол болу керек. Диплом емес, қызыл аттестат емес, ата-ананың батасын алу, разылығын алу. Сол разылықтың астына жаңағы диплом, карьера, солай кіреді одан кейін. Оның бәрі үшінші, төртінші кезекте. Ертең күні бүкіл мектеп сіздер TikTok-тан бір дұрыс емес нәрсе түсіріп танымал болғанда сіздер үшін ұялады. Ондайға жібермеу керек. Ақылдарыңыз бар, таза мектеп, керемет ордадан білім алып жатсыздар. Сол себепті танымал болуға асығып керек емес. Жаңа TikTok, ғаламтор желілері болсаңыздар да жақсы нәрсемен танылыңыздар. Өлең оқыңыздар, ән айтыңыздар, өнерлеріңізді көрсеңіздер, мына жерде ғылыми жұмыстарыңызды көрсетіңіздер. Осыны мектепте жасап жатқан. Сыныптастарыңызбен бірге жасаған керемет мынандай, жаңа 4 қарындасымыз әдемі өнерін көрсетіп жатыр. Осындай дүниелерді салыңыздар. Бірі болмаса бірі өтеді. Қатты танымал болғың келіп бара жатса. Енді Абай атамыздың ана бір мақалын түсінбейтіндер көп. Тікелей қабылдап аламыз. Есектің бір жерін сүртсең де пұл тап деген дүниені. Ол қандай мағынада айтылған, мұна жалпы өзіміздің бүгінгі жиналыстың өзі әдебиетке байланысты, рухани ұлттық құндылықтарымыз, кітаптарымызға байланысты болғандықтан, бұл мақалдың астарын зерттеу, ол бәрімізге тиесілі дүние. Сол үшін жаңа Самат ағайлардың айтпақшы сұрақтың астарындағы дүние, танымалдылықтың екі түрі бар. Біреуі арсыз танымалдылық, біреуі еңбекпен келетін танымалдылық. Бұл мен өзім жеке призмам арқылы қарап шығарған енді түйінім енді өз басым. Ешкімге қатысы жоқ, маған ғана қатысы бар. Менің ойым, жеке пікірім. Бірақ сіздермен бөліскенді жөн көрдім. Керегін өздеріңіз аларсыздар. Рахмет. Бір оқығаным бар еді. Кітап оқымайтын адамдар қандай кітап оқып жатсың? Абай жолын оқып жатырмын дейді. Сіз енді жалпы енді көрініп тұр ғой, білеміз сыртыңыздан кітапқа, кітап оқуға жақын екеніңізді. Сол кітаппен достығыңыз туралы айтып бересіз бе? Иә, бұл кітаппен достық жоқшылықтан басталды, қай бір жетіскеннен басталды дейсің. 90 жылдарды көрдік қой сәке сізбен біз. Біздің ауыл өзі таудың қуысында, Тянь-Шаньның етегіндеміз. Магистральный трасса жоқ біздің қасымызда, Қордай, Луговой сияқты бүкіл сауда саттық өтіп жатқан. Біз өзімізбен өзіміз қалған Албан дейтін еліміз. Сол жерде жаңағы айттым ғой, свет өшіп қалады, анау болады, мынау болады. Бірақ біздің ауыл Қарасаз мектебі, Мұқағали атамыздың ауылы болғандықтан өнерпаздар арылмайтын әйтеуір, жиі келіп тұратын. Сол арқылы
өнерге, мәдениетке деген махаббат болды бізде. Оның арасында кітап, өзімнің үлкен әпкем журналист, сол кісі кітапты көп оқитын. Енді тәуелсіздік жаңалық біздің медиа центрларымызда әлі толыққанды бағдарламаларда түсіріліп жатқан жоқ. Барымен базар, әйтеуір 2 каналы бар, ОРТ, Қазақстан 1 ма, Хабар ма, сондай. Жаңағы бітпейтін Бразилияның сериалдары, оны түсінбейсің де оң орысша. Сонда кітап оқитынбыз енді. Әдебиеттен беретін апайымыз өте сауатты кісі болды. Сол кісінің көрегендігі деп білем, мен бәрімізді кітапқа қызықтырды сол кісі. Және өзімнің жаңағы әпкем. Ең бірінші жаңағы кітап танымай тұрып, ертегі оқитын. Ертегі оқып беретін кішкентай кезімде. Әлем халық ертегілері, өзіміздің қазақ ертегілері. Содан бастап мектепке барғым келді, өйткені әпкем маған жұмыс істетіп қоятын кітап оқып беру үшін. Мен әріп танымаймын. Оған жұмыс істемей, өзім әріп танымасам, өзім оқи берем деген ой болды. Сөйтіп мектепке барып әріп тануға асықтым. Содан әріп танығаннан кейін тезірек буындарды қосып оқуға асықтым. Мен есептен бұрын ең бірінші оқуды үйреніп алдым. Өйткені ынта-шынтам бәрі соған келді. Содан кейін бастап ауылдағы кімде жақсы кітап бар, соған кезекке тұрып оқитын кезге жетті. Жаңағы апайымыздың әдебиеттен беретін Дариға Саламатова деген апайымның үлкен еңбегі бұл. Каникулда бәрімізге тапсырма кім не оқып келеді, және оның мазмұнын түсініп, кішігірім несін жазып келу, түйіндемесін жазып келу. Оны театральный институтта, бізде академияда оны былай деп айтады, инсценировка дейді. Кез келген әңгімеден сахналық көрініс жасап келу. Сөйтсек апайымыз бізді сол кезде тәрбиелеп жатыр екен. Бұл кітаптың адамға, жалпы өнер адамға пайдасы дейінші, мен басқа саладағы адамдарға қаншалық пайдасы бар екен білмеймін. Өз саламнан айтатын болсам, актердің ең үлкен қаруы ол қиялы, фантазиясы. Ал фантазияны ұштайтын ол кітап. Кітап оқығанда көз алдыңызда бүкіл кадр келеді. Сіз өз бетіңізше ол кітапты кино болып көріп шығасыз. Оған жететін кино жоқ, ол кадрларға жететін. Сіздің ойыңыздағы тұлға жаңағы кейіпкерді өзіңізше жасайсыз. Бойы мынандай, мұрты мынандай, көзі анандай. Жаңағы автордың жазғанына қарап отырып, өзіңіздің бейнеңізді сомда боласыз. Сол арқылы сіз режиссер боласыз, сіз сценарист боласыз, ішіндегі актер да, кейіпкер де, кадрды қоятын оператор да бәрі өзіңізсіз. Ал оның бәрі біз үшін үлкен не дейміз, керек информация бізге. Өте қажет нәрсе. Біздің алдымызға сценарий тастайды, жобамен түсіндіреді, мынандай болсын, мынандай болсын, мынандай бір қылығы, әдеті болсын, оның мынандай кезде мінезі болады, мынандай кезде ашуланады, мынандай кезде бүйтеді. Оның бәрінен саған режиссер ойнап көрсетіп бермейді ғой. Жаңа кітаптан оқығаның бар, қалыптасқан мына жердегі фантазияң бар, керек кезінде қосалатын. Сол арқылы жаймен өзің кейіпкеріңе жол іздейсің. Ал жаңағы кітаптың ең үлкен пайдаларының бірі міне тарихи жобаларда адам қиналмайды. Сен тарихтан хабарың болады. Алмас Қылыш, жалпы мына біздің осы қазақ хандығы Ильяс Есенберлиннің Алмас Қылыш кітабы арқылы соның желісімен түсірілген кино. Оған дейін Алтын Орда бар. Оған дейін Тұтқияннан өзіңе шейін бар. Қазыбек Бектауасарының. Оған дейін Шипагерлік баян бар. Өтебойдақ Тілеуқабылының. Жәнібектің тұсында жазылған кітап. Әз Жәнібектің тұсында. Соның бәрін оқып, информация миыңа құя келе, ойраттар қайдан келді, ноғайлар қайдан келді, жалпы олар кім, қазақ хандығы неге бөлінді Көк Ордадан. Көк Орданың алдында Ақ Орда болды ма? Алтын Орда қайдан пайда болды? Қалай құрды, қалай ыдырады? Осының бәрін білу актерға өте маңызды. Егер басында тарихтан түйткілдей білім болмаса, онда керек емес ол жерге шығып. Қатты айтқанда тупой көзің тұрады кадрда. Сен камераны алдай алмайсың. Ал егер заманауи сериал болса, онда әңгіме бөлек. Тарихпен қалжыңдасып ол болмайды. Рахмет. Қазір жастардың арасында әлеуметтік желіде жылдам оқуға үйретемін. 100 бет кітап дейін күнде бітіресің деп жатады өзіңіз. 100 бет кітап неше күн бітіресіз жалпы. Айына неше кітап, бір кітап, екі кітап. Қазір бізде енді
сапаға емес ұмтылып жатады. Мысалы мен бір жылда 50 кітап оқып 100 кітап оқыдым деп оның әркім санай ма қалай өтеді білмеймін. Енді білмеймін. Кітап мәселесі қазіргі таңда өте актуальды нәрсе ғой. Оқу оқымау. Сіздер білетін Сержан Братанды ойнаған Дулыға Ақмолда дейтін актер бар. Мен білетін өте интеллектуалды актер. Өмірі қолынан кітап түскенін көрген емеспін. Даже съемочный площадка келгенде кітаппен жүреді. Бос уақытында кітабын оқиды. Біреумен сапылдап әңгіме соғып отырмайды. Уақытын босқа жоғалтпайды. Ол 50-ден асқанда танымал болған актер. 50-ден асқанда. Анау 90-шы жылдарда баршылықты да, жоқшылықты, аштық, тоқтық бәрін көрген жігіт. Бірақ театрдан кеткен жоқ, кітабын тастаған жоқ, өнерге деген ұшан теңіз махаббатымен міне бір-ақ күнде бүкіл Қазақстан таныды. Біреулер өмір бақи келеді осы нәрсеге. Біреулерге қаната болып келе салады. Ал жаңағы Дулыға ағамыз кітаппен, үлкен ізденіспен, талаппен, талантпен, еңбегімен келген Дулыға дәл сол темппен ертең тарихқа кетеді. Оны ешкім ұмытпайды. Мен ұмытпаймын. Көптің бірі. Ал Бекжан Тұрыс туралы айтайық. Ол кітапты жейді кәдімгідей. Ал онымен сөйлесу бүкіл ғасырға саяхат жасап қайтумен бірдей. Артық білім кітапта. Информация бөлік, білім бөлік, ақпарат пен білім екі ортасы жер мен көктей. Кітап біз оқып жатқан, осынан алып жатқан апайларыңыздың, сіздердің саналарыңызға сіңіріп жатқан дүниенің бәрі ақпарат болып есептеледі, негізі. Ал білім сіздің өмірден алған тәжірибелеріңіз, ол сіздің жеке басыңыздан өткен қателіктеріңіз. Оны қайтып түзеуіңіз, міне соны мен білем деп айтасың. Ал тарихты білем деу, оны мен дейтін тарихшылардың өзі мен тарихты білем деп айтпайды. Өйткені ешкім олардың қасында жүрген жоқ. Түп нұсқа бізде жоқ. Ал біздің бар арманымыз, мақсатымыз сол кітап арқылы шындыққа сәл де болса жақындау. Яғни өзіміздің руханиятқа жақындау. Өз-өзің кім екенін тану. Сен барып жапондардан сұрашы кім екенін. Жапондар бәрін саған бүге шігесіне дейін айтып береді. Олар үшін әлемде Жапоннан асқан ұлт жоқ, өздері жартақ метр. Өйткені оларда білім бар. Тарихын жоғалтпаған. Әлі күнге дейін жастар кітап оқиды. Олар ең алғаш американдықтардан қатты соққы алғанда не істеді? Экономиканы білімді көтерген жоқ, ең бірінші халықтың сапасын көтереміз деді. Ал сапаны қалай көтереді? Тарих пен әдебиет білім арқылы көтереді. Өнер арқылы көтереді. Ал оның бәріне жол, мына апайларың сіздерге күніге қақсап оқыта алмай жүрген кітапта қыздар, жігіттер. Шекспирда емес, Мотылюкта емес, басқа да емес, өзіміздің әдеби, қазақы әдеби классикаларда. Сол себепті енді ақылды адамға ақыл айтудың өзі ақымақтық дейтін болсақ, мен сіздерді ақылдыға санаймын. Және мен сіздерге ақыл айтып отырғаным жоқ. Өзімнің өмірлік тәжірибелермен, яғни біліммен бөлісіп отырмын. Информациямен емес, ақпаратпен емес. Біліммен, өзімнің жеке басынан өткен қателіктермен. Көп жағдайда, мысалы мен ағылшын тілін білмеймін. Ағылшын тілін білмегендіктен, ағылшынды тереңдеп зерттемегендіктен, мен халықаралық киноларға әзірге жол жабық. Ұсыныс күнде түседі, Аллаға шүкір. Қазақтың актерлары қызық әлемге, үлкен киногерлерге. Бірақ жеке басымның қателігі, мен ағылшын тілін уақытында дер кезінде оқымай, қолымды кеш сермегендіктен көп проектілерді жіберіп алдым. Отандық емес, кәдімгі үлкен аты шулы режиссерлармен жұмыс істеу мүмкіндігінен жіберіп алдым. Сондықтан араларыңызда өнерге барам дейтіндер болса, осы бастан тек қана кітап оқи беру керек қой емес, басқа білімді де жетілдіру керек. Ол жағынан шаршамаңыздар. Енді қолдан келгенше кітаптан қол үзбеуге тырысам, бір кітапты әрқалай кейде бір айға дейін кетіп қалады, өйткені уақытқа байланысты ары-бері жүріс-тұрыс, спектакльдер, съемкалардың арасында кейде ұмытып кетесің, оқи алмай қаласың, бірақ бір айдан асырмауға тырысамын.
бір кітаптың жағдайын бір айдың арасында шешуге тырысамын, және ол оқылып біткен кітапты басқа адамдарға ауызша қысқадан нұсқа мазмұнын түсіндіріп өтуге тырысамын. Сол кезде ол есінде сақталады. Көп жаңағы ең қызықты, дәмді сәттерін біреуге айтуға тырысамын. Әңгіме барысында осындай мысал келтірсең, сол санаңда тез қалады. Ал егер оқып жүре берсең, ол жұтылып жоқ болып кетеді. Енді менің кітап оқу және оны қабылдау, санама сіңіру жолы осындай. Жалпы 2 ай бір айдың ортасында бір кітапты ашып отыруға қолдан келгенше тырысамын. Рахмет. Оқып болғаннан кейін айтамын дегеніңіз жақсы екен. Білім бөліссең жетпейді, сол бөлісіп, ол оқуға басқа адамдар да қызығып қалар одан кейін. Енді жалпы өзіңіз көріп отырмыз, мысалы балалар да көріп отыр, мінезіңіздің жалпы ұлтшыл адам екеніңізді, ұлтқа дегенде, тілге дегенде, болашаққа дегенде қатты алаңдаушылық көрсетуіңіз келіп отыр. Жалпы осы енді киноға түсіп жүрсіз, мысалы, одан кейін халықтың арасында көп жүресіз. Ал жастардың ғана емес, осы ересектердің де арасында, және сіз сол басында мысалы 2000 жылдардан бері қарай қазіргі уақыттағы салыстырған кездегі біздің ана тіліміз, қазақ тіліміздің қолдану аясы. Өте қиын сұрақ. Енді тіл мамандары бізде осы жалпы қазақ тілі үшін қаншама миллиард құрттым, жарайды, бізде атсыз. Шынымды айтсам, ондай бір қатты өзгерісін байқап жатқан жоқ, өкінішке орай. Мына жердегі жастардың ұйқысы ашылса мүмкін, олар да түсініп қалар қай жерде өмір сүріп жатқанын. Қазір бәрі кері кетіп баратқан сияқты, мен түсінемін. Енді жасыратын ештеңе жоқ, мен бір телеканалға бір жерге сұхбат беріп отырғам жоқ. Бұл сіздермен ашық алаң әңгіме. Сол себепті біздің тілімізді де бәрін қазір кері кетіріп отырған ол телефон, ол YouTube, ол синий трактор, ол Маша и Медведь, ол фиксики. Оған ешкімнің кінәсі жоқ, оған өзіміз кінәлі. Оның кінәсі өзімізде. Жоғары жақта отырған, мәдениет саласында отырған, анимация, мультипликация осы салада отырған, балапанның төбесінде отырған аға апаларымыздың құлағына алтын сырға егер дәл осы жерден біреуге жетіп жатса. Ел болам десең, бесігің түзе дей ма? Бесікте кім жатады? Сақалы бар еркек жатпайды, бала жатады. Ал баланың тілін түземегенде, баланың тілін түземесек, біз ұлттың тілін түзей алмаймыз. Кейде байқасаңыздар, мен бір ескі таспалардан қараймын. Өздеріңізде естіп көріп жүрген шығарсыздар, Инстаграмда көп салынады. Бауыржан атамыздың дауыстары, Өзбекәлі Жәнібектің сұхбаты. Бүкіл біздің тарихи емес, осы Совет үкіметі кезінде танымал болған қазақтың ірі тұлғаларының дауыстарын, запистерін естісеңіздер, үндері басқа, сөз саптау басқа. Осы отырған бәріміз қазақша сөйлейміз, қазақша түс көреміз, бірақ үніміз акцент, яғни орысша. Үнімізден айырылып бара жатырмыз, тілді былай қойғанда. Енді ол 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан, оны ойбай былай сөйлеу деп ештеңе айта алмаймыз. Ол тілдің үні, құрылымы, сөздің құрылымы, ол ғасырлар бойы бізге дейін де түзеліп келе жатыр ғой. Неше түрлі өзгерістерден өтіп келе жатыр, ол түсінікті дүние. Енді сол бар тілді сақтап қалу, ол жаңағы, сізбен бізге мұғалімдерде де емес, басқада да емес, балалар әрқайсымыз өзімізді санамызда. Досхан Жолдақсынов деген актер бар, өздеріңіз білесіздер. Арасында паразит қосып сөйлеу жоқ ода. Еще, может деген. Мен информацияда мен шайып отырмын, ондай жоқ ода. Қазақша сөйлей ма? Таза қазақша сөйлейді. Таза қазақша деген арасына паразит сөз қоспай сөйлеу. Тұңғышбай Жаманқұлов аталарыңыз да дәл солай. Орысша сөйлей ма? Орысты жаңылдырып сөйлейді. Енді мен сіздерге бір тілдің лозунгын көтеріп, мына жерге бір ағарту ісімен айналысып отырғам жоқ. Сіздер сондай сұрақ қойыңыздар. Менің де ішімдегі дүние бұл. Өйткені мен де бала-шаға тәрбиелеп отқан адаммын. Мен ауылдың шаңын жұттым, тілім қазақша шықты, дүниетанымым солай қалыптасты. Мен өзімнің қазір мынандай ортада өсіп жатқан бала-шағам үшін алаңдаймын, олардың тілі үшін алаңдаймын, олардың ділі үшін алаңдаймын.
Сол үшін бәрімізге қатысты дүние тілді өкіметтің басына артып қойып, олар дін бітірмей отыр деу қателік. Ал жалпы егер түзейміз десек, ең бірінші мына YouTube каналдарды мультипликация, анимация көңіл бөлу керек. Қазір бізде бәріңіздің құлақтарыңыз алдыңызға, өздеріңіз білесіздер оны да. Біз басқа шетелдің балаларға арналған каналына телміріп қалдық. Бізде анимация өте қатты кенже дамыған, өте ақсап жатқан дүние сала. Өйткені бір мультфильмді түсіру үшін кинодан көп уақыт кетеді, кинодан көп қаражат кетеді оған. Оны 1-2 жылдың ішінде әрең бітіреді. Баяғыдай одан да ұзақ түсіретін болған бір мультфильмді. Сол үшін қазір бізде осы балаларға деген көңіл бөлінбей қалды. Не дұрыс ән жоқ, не бір конкурс жоқ, баяғы әнші балапан деген сияқты, балаларды қызықтыратын. Не мультфильм ертегілер жоқ. Әйтпесе эпосқа бай халықтың бірі біз. Енді осы нәрсе қазір қолға алынып жатыр. Құдай қаласа 1-2 жылда менің түсінігімде нәтижесі болады деп ойлаймын. Жалғыз бала тәрбиесінде жалғыз ата-ана емес, мұғалім емес, барлық қоғам, тіл мәселесінде де дәл сол сияқты, қазақ тіл мұғалімдерінің мойнынан қоймай, жалпы өзінің қазақтың жүрегі қазақтың солатын барлық адам шеше кіріскені дұрыс сияқты болып саналады. Енді маңызды сұрақ ол мен үшін маңызды, енді басқаларына да маңызды шығар. Ал өмірдегі ұстанымыңыз қандай? Негізгі принцип? Бәрі адам болып қалу деген сөзді қадірін кетіріп жіберді ғой енді, бірақ адам болып қалу деген нәрсе, ол бірінші не істеу керек, жалпы адам болып қалу үшін деген сұрақты қойып керек сияқты. Мен тек соның жауабын іздеп жүрмін да. Адам болып қалу үшін не істеу керек деген сұрақтарға жауап іздеп, соған сай жұмыс істеуге тырысып жатырмын, бірақ ана сөзді толығымен адам болып қалу керек деп айта алмаймын. Өйткені мен білмеймін адам қалай болып қалатынын, және неше түрлі адам бар. Табиғаты бар, оның өзінің мінезі бар, ол қандай адам болып қалыптасады білмеймін. Адам болып қалу үшін не істеу керек деген сұрақтар үшін біз осы жаңағы бағанадан бері кеңінен талқылап жатқан дүниені іске асыруға тырысамыз. Соның кішкентайлап айналсамыз. Кітабыңыз бар, тіліңіз бар, дініңіз бар, діліңіз бар, ата-анаңыздың көңілі бар, өзіңіздің болашақ мақсатыңыз қойған, кім болам, не болам, арманыңыз бар. Осының бәрі адам болып қалудың жолындағы процесс сияқты менің түсінігімде. Ал ұстаным дейтін болсақ, бәрімізге бірақ ұстаным жетеді негізі. Бәрімізге қатысты. Міржақып атамыз не айтты? Әлихан атаңыз не айтты? Ахметші. Тірі тұрсам қазаққа, бұл алашшылардың ұраны. Осы нәрсені ұстану керек бізге. Мен алашфан емеспін, бірақ осы сөз менің көңіліме жақын. Тірі тұрсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Тірі жүрміз ба? Мен Алла тағала осындай атақ дәреже маған берді ме? Танымалдылық. Сіздердің алдарыңызда өсіп сөйлейтіндей мүмкіндік беріп отыр. Денсаулық беріп отыр. Сол үшін қолымнан келгенше мен де қызмет етуге тырысам. Танымалдылығымды жақсы жаққа пайдаланғым келеді. Көрген, түскен киноларымды, оқыған кітаптарымды бөліскім келеді. Ұрламауға тырысам. Талант көрсем жолын кеспеуге тырысам. Роль берсе, абыроймен ойнап шығуға тырысам. Ертең күні ол сол жасалған жұмысың арқылы саған баға береді. Ал сенің бағаң қаншалықты сен өзің еліңе қызмет етіп жатсың, соның шкаласы сияқты. Сол үшін қолымнан келгенше өз жұмысыма адал болуға тырысам, адам болуға емес, адал болуға өзімнің ісіме. Сол арқылы титтей де болса қазақ өнеріне пайдамды тигенін қалаймын, армандаймын солай. Егер солай болып жатса, сәл де болса кішкене сол аталарымыздың ұстанымына жақын болсам, онда менің арманым жоқ. Бәріңізді соған шақырам. Келсеңдер келіңдер, келмесеңдер өздеріңдер.
Иә. Өзі де оқушылардың арасында сұрақ қояр кездер болса ағайларыңа. Орындықтың артына тығылмаңдар. Көтерсеңдерші бастарын. Оу, жігіттер. Еркек қашан басын түсіріп отыратын еді, а? Қош көрдік. 11 сынып оқушы, атым Ахмет. Енді мен қоятын сұрағым, ол сіз жаңа айттыңыз, ағылшынша білмегеннен көптеген халықаралық жобаларда қалып қалды. Енді маған қызық, егер сіз ағылшынша білдіңіздер, әлемдік тарихи тұлғалардан кімді ойлаңыз керек? Кімді ойлар едіңіз? Әлемдік тұлғаларда маған ұқсайтын кім бар еді өзі? Қалжың ғой. Мынаның зарядкасы отырып деймін батарейкасы. Әлемдік тұлғалардан білмеймін, нақты мынаны ойнағым келеді деп айта алмаймын, өйткені әлемдік тұлғалардың ішінде әлемдікке мен ойнасам Атилланы ойнағым келетін шығар. Атилланы. Өйткені Европаға бірінші табан тиген көшпенділердің бірі ғой. Мен соны ойнағым келеді. Жаңағы біз дамыған еліміз деген Европаның қалаларының үстінен өткім келеді, ең болмаса кинода. Сұрағымыз өтінішіне туған жеріңіз Қарасаз. Мұқағали Мақатаевтың ауылы. Енді ол жерде тұрған адам Мұқағали атамыздың... Мен оқымайтынымын ғой. Өлең сұрамай ғой, қазірге әңгімелесек, артынан бұл тілектеріңізге жауап болады, иә. Айта ғой. Енді сіз қазір Шам театрының негізін қалаушылардың бірісіз, иә? Сұрақ менде театрдың атына байланысты. Театр неге Шам деп аталды? Шамның жарығы түбіне түспейді дейді. Жалпы өнер өз айналасынан шықпай қалмау керек. Шам, егер айдалада қараңғыда келе жатсаңыз, 100 шақырым болсын, 100 шақырым демей қойын, бір межелі жерден алыстан көрінеді жарығы. Және сол жарыққа барған адам мен түсінігімде адаспайды-ау. Біздің арманымыз енді жалпы мақсат Шамның жарығы кеңінен түссе екен деп едік. Және сол мақсатта жұмыс істеп те жатырмыз. Өйткені бізде көрерменді театрға тарту басты мақсат. Ал жаныңды тазартқың келсе театрға бар дейді. Сол біздің операциямыз жақсы жүру үшін бізге клиентура керек. Тұтынушы керек. Сол себепті Шам деген аттың өзі және бірінші қойылым номер 37. Екеуі де неге деген сұрақ тұрады. Неге 37, неге Шам? Осы сұраққа жауап іздеген адам театрға келсе, менің түсінігімде толыққанды жауабын алып, рухани жаңарып, тазарып, жақсы көңіл күймен қайтады деп ойлаймын. Және Шам жарық болғаннан кейін, жарықтың артында ағартушылық тұрғаннан кейін, қолдан келгенше театрға көрерменді тарта тұрған былай тұрсын, олардың көрермен мәдениетінде қолдан келгенше үйретіп жіберуге тырысамыз. Өйткені басқа театрлардағыдай емес, бізде спектакль басталғаннан кейін есік жабады. Соның таза қазақтардың бәрі бәленбай мың қалған билеттерін қолында ұстап сыртқа қалып кетеді. Қолдан келгенше уақытында келіп, пунктуальность ол бізге керек дүние қазақтарға. Қазір біз уақыттан ұтылып жатқан жайымыз бар. Жарты ғасырға. Ассалаумағалейкум. Өткенде көрген сұхбатыңыз бойынша сіз өзіңіздің анаңызға мама деп айтасыз. Сол жобадан кейін сіз өзіңіздің анаңызға мама деп айтатын болдыңыз ба? Жоқ. Тілім келмей жатыр. Мама деп айта алмай жатырмын. Өйткені кемпір шалдың балалары біледі оның нәрсені қалай болатынын. Бірақ мен әрбір кез ол кісіге не сөз айтсам да, мама деген сөз болмаса да, мамаға деген мейірім мен махаббат толыққанды бар. Мен де жетсін. Егер сіз туралы кітап жазатын болса, оның ең басты бетіне өзіңізді қандай жағдайда сипаттай беріңіз?
ең жек көретін нәрсеміз. Ешкім мен туралы кітапта ештеңе жазбай ақ қойсын. Жарайды, сұрағың жауапсыз қалмасын. Мен түсінігімде андай бір кітап жазу өзі туралы, өзін өзі артық жарнамалау сияқты болып көрінеді. Енді айып етпеңіздер, бұл менің жеке түсінігім. Сол үшін ол нәрсеге түбегейлі қарсымын деп айта алмаймын. Мен көңіліме жақпайды. Онша ұната бермеймін. Бізде қалыптасқан заңдылық, актер болсын, әнші болсын, бәрі кітап бастырғыш. Ешкім танымайтын атасына да кітап жаздырғыш бәрі. Енді ол қаншалықты керек? Мүмкін күшпен соған кеткен қаржыны басқа нәрсеге жұмсап көреміз. Сіз бала кезіңізде актер болғыңыз келді ме? Иә. Тағы бар ма сұрақ? Микрофонды артқа бер. Артқана Айгерман қойып қойыңыз. Тағы бір бала қызық сұрақ қоямын деп еді, өзім қояйын сұрағын жарайды. Айта бер, Аржан. Сәлеметсіз бе? Біз мектепке қош келдіңіз. Қазіргі таңда бәріміз білетіндей, жастар арасында көптеген комедия немесе ауылдың қаланың тұрмыс-тіршілігін көрсететін кинолар көп. Енді сіз өзіңіз кино саласында көп жыл бойы жүргендіктен сізге бір сұрақ. Сіздің ойыңызша біздің кино саласында неге жетіспейді, немесе сіздің өзіңіздің қосатын дамытуларыңыз, өзіңіздің қосатын жаңа идеяларыңыз бар? Ақша жетіспейді. Сосын адалдық жетіспейді, сол ақшаны пайдаланады. Сәлеметсіз бе? Менің атым Нұрубай Кеназ болады. Сізге бір өзімнің жүрегімнің сұрақ қойғым келеді. Сіз тарихта қандай атақпен қалдыңыз? Енді ешкім алдына шығып берген жоқ. Бәрі бір Алланың қолында. Егер тарих қалап мені қалдырып жатсақ, әрине жақсылықпен қалғым келеді. Жарайды, айтайыншы болды. Бірінші Оскар алған қазақ болып қалғым келеді. Сәл сондай пендешілігім бар енді. Тағы сұрақ қой. Сәлеметсіз бе? Атым Нұркина Қызайша. Менің бір сұрағым еді. Сіздің өте қызық ойнаған рөліңіз қандай? Есімдегі қалғаны ма, әлде ең алғашқы рөлім ба? Өзіме қызығы. Енді мамаңды жақсы көресің, папаңды жақсы көресің бе деген сұрақ сияқты ол, қай рөлімді жақсы көресің. Театр актерларының ішінде мынандай бір қалыптасқан заңдылық бар өзіміздің арамызда. Егер сен рөліңді жақсы көрмесең, рөлің сені жақсы көрмейді. Яғни махаббат шынайы екі жақты болу керек. Сол үшін ешқайсысын бөле жармаймын, бірақ десе де қазіргі таңда өзімнің топ 3 жақсы көретін рөлім бар. Ол сүйікті менің ағатайымдағы Ваня ағай. Ол жаңағы Шамның алғашқы спектаклі 37-тегі Расул. Сосын Бөртедегі Шыңғысхан. Біздің мектепке қош келдіңіз. Мен 11-ші сынып оқушысы Айжанмын. Мен сізге қоятын сұрағым ол қазіргі кезде комедия жанрындағы фильмдер көп. Және оның көбісінде астарында осы қоғамдағы мәселелерді комедия жанрымен жеткізгісі келеді. Соған сіздің ойыңыз қандай? Мен тойдым комедияға. Мына жерінде тұр уже. Олар астарына не салып не көрсетіп жатқанын білмеймін. Бірақ енді тәттін жей берсең, білесің ғой не болатынын ары қарай. Бір тамақты жей берсең, жалығады адам, шығады. Өмір бақи жемей кетеді. Сол үшін жақсы нәрседе өзінің мөлшерімен болу керек секілді. Комедия жанры менің түсінігімде ұлы жанр. Комедияда ыржың-тыржың болмайтын сөз қазіргі. Орысша араласқан, қалай болса солай дешевый комедия жасап кеттік біз. Бұл не дейді? Бұл коммерческий комедиялар. Я кино сәл болса да халыққа өту үшін жаңа өзің айтқан арасына қоғамда мәселелер тығуға тырысады, салуға тырысады. Бірақ комедияда талғам болу керек. Ұлттық талғам болу керек. Неге
француздар бізге әлі күнге дейін комедиялар қымбат. Игрушка, Пьер Ришар ойнайтын, Жан-Поль Бельмондолар ойнайтын, Жер Депардьелер ойнайтын жаңағы. Даже Фантомастың өзі қызық. Комедия түсірілсе, не нақты комедия болу керек, ешқандай мәселеге, қоғамдық нелерге, проблемаларға араласпайтын. Не болмаса, сол біздің ішімізді, жылымызды шығаратын, запыранымызды шығаратын қоғамдағы проблемалардан тәтті комедия жасау керек. Міне өнер, комедияның ұлылығы сонда. Ал классика ол, классика, драма ол, драма, ішіндегі жаңағы қайғысы бар, жылап сықтайтыны бар, жеке бастың трагедиясы бар. Ал комедиямен шынайы қоғамдағы проблемамен араласуға, айналысуға болады, бірақ қазір оның түбіне біздікілер жете алмай жатыр, өкінішке орай. Енді келесі жылдан бастап, Құдай қаласа, менің түсінігімде, комедияның да жалпы қазақ киносындағы болып жатқан дүниелерге сетка қойылады, цензура, сараптау болады. Нақты қатты сараптау болады. Сонда ғана біз дұрыс дүниені көрерменге бере аламыз. Жаңа комедияға тойдым деп тұрсыз. Сол комедияға жұмсалған миллиондаған, даже миллиардтаған ақшаны қай жанрға жұмсар едіңіз, егер сіз режиссер болсаңыз? Енді біреудің ақшасын санағаннан аулақпын. Ол олардың еңбегі, олардың өздерінің дүниетанымы, сол дүниені істеді. Оларға да рахмет, басым деймін. Молодцы. Қазақтың киносында, прогресс бар, өсу бар. Мейлі қандай болсын, оның түп санасына қарайық, мазмұнына қарайық, әйтеуір бізде мотор істеп тұр. Киношниктер жұмыс істеп жатыр. Егер жаңағылардың ақшасы менде болса, мен ең бірінші өзім бұрыннан бері ойымда жүрген екі дүние бар. Біреу Кенесары, біреу Мәди Бапиұлы туралы кино, тарихи кино. Оларды қорықпай, ойдағыдай түсірсең, Netflixке саталасың, Amazonға саталасың. Яғни стриминг платформаға арқылы бүкіл жаңағы әлемге әлеуметтік желі арқылы тартыласың, сол арқылы бүкіл әлем ақшасын Қазақстанға қайтып әкеле аласың. Біз бұл жерде өз қазанымызда өзіміз қайнап қалды, жаңа комедияларға тойдым деп отырған, сол біз өзімізге ғана түсіреміз. Ол приколдарды өзіміз ғана түсінеді, қазақтар ғана түсінеді, максимум қырғыздар. Ол салынған ақшаның үстінен 100 миллионға кино түсіріп, үстінен 100 миллион көріп, тәубе деп отыра беруге болмайды ол. Бізде одан да құнды керемет дүниелер бар ғой. Мәди Бапиұлы деген сіздер явно білмейсіздер, өйткені көбі білмейді оны. Керемет тарихи тұлға, өзі әнші. Бізде қазақ даласында бір балуан шолақ емес, бәленбай балуан шолақ болған. Дәл сондай палуан, одан асып кетпесе. Одан керемет композитор, әнші, талантты адамдар болған бізде. Соның бірі Мәди Бапиұлы. Сұрасаң руыңды қара кесек дейтін әні бар. Өмір бақи орыстармен күресіп өткен. Өмір бақи қашу-пұшумен өткен өмірі. Керемет ғаламат кісі болған. Қазір бізге сондай кинолар керек сияқты. Экшн аралас, әні бар, сезім бар ішінде, және нақты тарихи дәлелі бар.